ақш пен Ресейді бірнеше мың шақырым бөледі деген пікір бар. Шын мәнінде олар бір-біріне әлде қайда жақын орналасқан. Беринг бұғасының ортасында Диомида аралдары бар. Ратманова аралы орыс. Оның ағасы арал Крузенштерна американдықтарға тиесілі. Олардың арасындағы қашықтық шамамен 4 километр. Бүгін сіз оларды қалай жеңді? Мұзды перде дегеніміз не? Және жергілікті тұрғындар өзгеретін климатта қалай өмір сүретіні туралы білетін боласыз. Эскимостар Диомида аралдарын 3000 жыл бұрын қоныстана бастады. Олардың ашылу құрметі ескі әлем тұрғындары үшін атақты орыс саяхатшысы Семен Дежневке тиесілі. 1648 жылы ол Азия мен Америка арасындағы бұғазды ашты. Кейіннен Беринг деп аталды. Сонымен қатар Дежнев екі аралда орналасқан, біреуі оларды 1728 жылы Витус Беринг экспедициясы тапты. Қазіргі орыс атауын олар 19 ғасырдың басында алды. 1867 жылы Александр II Алясканы американдықтарға сатты. Өйткені сол кезде орыстар бұл жерлердің мағынасы аз деп есептеді, және оларды ұстауға көп ақша жұмсалады. Жалпы артық алтын зиян тигізбейді. Мәміледен ресейліктер $7,2 миллион тиын алды. Салыстыру үшін, Нью-Йорктың орталығында салынған жалғыз 3 қабатты ғимаратқа тең. 1872 жылы Твидов соты Нью-Йорк штатының қазынашылығына шағым келтірді. Себебі Аляскаға қарағанда 2 есе қымбат. Аляска ауданы Ливия аумағынан сәл кіші. Аляска сатылғаннан кейін Диомида аралдары арасында мемлекеттік шекара өтті. Берингов ауданының тұрғындарын, бірақ бастапқыда бұл өзгерістер жергілікті тұрғындарды қатты мазаламады. Бұғаз әрқашан өздерін бір халық санаған. 1948 жылға дейін әртүрлі жерлерде өмір сүрген аралдағы отбасы ешқандай қиындықсыз бір-біріне қонаққа барды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін КСР мен ақш арасындағы қатынастар нашарлады. Мұндай жағдайларда жиі болғандай, саясаттың салдарынан қарапайым адамдар қатты зардап шегеді. Ратманов аралында әскерилер қоныстанды, ал азаматтық тұрғындарға Сібірге көшуге тура келді. Әрине, олардың ешкімге деген келісімі билік үкіметінде емес қызықтырды. Нәтижесінде шекара мұзды перде деп аталды, себебі темір пердеге ұқсас. Ермен Черчиллдің арқасында танымал болды және сыпайылығын білдірді. Басындағы суық соғыс. Бірақ жылдар өтіп, мұз пердесі біртіндеп ери бастады. 7 тамыз 1987 жылы американдық жүзгіш Линкокс бұған дейін жүз алған Ла-Манш, Магелланов бұғазы еңсерді. Арақашықтық Америка аралына дейін КСР-ға тиесілі. Жүзу кезіндегі судың температурасы тек 6 градус болды. Спортшыны Аляска тұрғындары қайықтарда ертіп жүрді. Ол бұл жолды 2 сағатта жеңді. Оны екі елдің президенттері Михаил Горбачев, Рональд Рейган құттықтады. Көбінесе Линкокс қырғи қабақ соғыстың аяқталуының символы деп аталады. 1989 жылы елдер аудан тұрғындарының өзара сапарлары туралы келісімге қол қойылып, Берингова төгілген. Мұз пердесі 2015 жылы ғана құлады. ақш барлық формальдылықтарды орындады. Осы келісім бойынша Аляскадағы байырғы халықтар Чукотка аумағында туыстарына баруы және қайтуы. Сапарға аттану үшін сол жақтағы туыстарынан шақыру алу керек болды. Қонақ болуға 90 күннен артық рұқсат етілмеді. Қазір қалай болып жатыр? Істі 2021-2022 жылы айту қиын. Өйткені бұл туралы бақта айтылған жоқ. Бұрын айтылғандай, Диомида аралдары шынымен күлкілі болып бөлінеді. Қашықтық шамамен 3750 метр. Бірақ қаласаңыз уақыт саяхатшысы сияқты сезіну үшін оларды жеңу өте жақсы тәсілі. Өйткені аралдар халықаралық сызыққа бөлінген. Күн өзгереді және әртүрлі уақыт белдеулерінде болады. Уақыт айырмашылығы 21 сағатты құрайды. Оның үстіне Ресей алды американдықтар. Сондықтан Ратманов аралын кейде ертегі арал деп те атайды. Ал арал кеше Крузенштерна аралы деп аталған. Бұл қызықты фактілер кеңінен танымал болды. Шетелдік көрермендерге 2021 жылдың наурыз айында TikTok блогер астында
Лоубандрю тез арада қалай жетуге болатындығын түсіндіретін бейнені орналастырды. Ресей ақшта жаяу жүреді, бірақ мұнда ол аздап өтірік айтты. Климаттың өзгеруіне байланысты аралдар арасында бұрынғыдай қатты мұз орнатылмаған. Сондай-ақ ол уақыт айырмашылығы туралы айтты. Миллиондаған қаралым жинаған бейне жазба вирустық болып жарияланды. Осыдан кейін көптеген бақ бұл туралы жаза бастады. Бұл американдықтар үшін нақты жаңалық болды. Аралдардың ерекшелігі қиял әлемі болды. Мысалы, сіз туған күнді жылына 2 рет өткізе аласыз. Немесе алдымен Ратманова аралында жаңа жылдың басталуын атап өтіп, содан кейін Крузенштерн аралында тағы да сол уақытты атап өте аласыз. Өкініштісі, олардың арасында жылжу оңай емес. Қазір Ратманов аралында тұрақты халық жоқ, тек әскерлер. Шекарашылардың алғашқы отряды мұнда 1941 жылы келді. 6 бөлмелі ағаш үй. Олар үшін қойма мен монша Владивостоктан пароходқа киіммен және қарумен бірге әкелінді. Бұл бөліктерде өмір қатал. Қыс 9 айға созылады. Бұл жай ғана емес, өте төмен температура және мықты жел. Сонымен қатар арал жылына 300 күн қалың тұманға оранады. Оның арқасында тікұшақтар сирек қонады. Олар тек 2-4 айда бір рет ұшады. Азық-түлік пен поштаны жеткізу үшін. Бөлігінде тек контрактілер қызмет етеді. Сонымен қатар өркениеттің негізгі артықшылықтары теледидар, телефон және тағы да басқа болған. Крузенштерн аралын немесе Диомид аралын американдықтар оны әскери арал деп те атайды. Мұнда Диомид деп аталатын жалғыз елді мекен бар. Сіз бұл қонысты биіктіктен көргенде, бұл планетадағы ең оқшау жерлердің бірі деген сезім пайда болады. Онда эскимо қауымдастығының қарапайым мөлшері тұрады. 100-ден сәл артық адам. Бүгінде аралда 30-ға жуық ғимарат бар. Оның ішінде тұрғын үйлер. Негізінен 1970-1980 жылдары салынған. Бірақ қарапайым сыртқы түріне қарамастан, көрініс елді мекенде кір жуатын бөлме. Сол ғимараттың жоғарғы қабатында орналасқан медициналық кабинет бар. Сондай-ақ Ресейдегідей толық сыныпты мектеп ашылғалы жатыр. Кітапхана, тікұшақ және спутниктік теледидар, телефон, факс және интернетке кіруге арналған антенна орнатылған. Аралдағы дүкен қоры аз мөлшерде тамақпен, сусындармен, киіммен, атыс қарулармен және оқ-дәрілермен отын шектеледі. Жергілікті дүкеннен сатып алуға болмайтын барлық нәрсе Анкориджден поштаға тапсырыс беру керек. Ол қысқа уақытта немесе жиі емес келеді. Аляскадағы көптеген басқа елді мекендер сияқты алкогольді импорттауға және сатуға тыйым салынады. Электр дизель генераторларымен қамтамасыз етіледі және қыста пайдалануға арналған су тау көзінен алынады. Содан кейін ол үлкен ыдыста өңделеді және сақталады. Мәңгі тоң болғандықтан жер астындағы құбырды төсеу қиын. Сондықтан тұрғындар суды қолмен тасымалдау керек. Аралда жұмыс негізінен елді мекендермен шектеледі. Бұл пошта, мектеп, медициналық кабинет. Жоғары болғанына қарамастан азық-түлік бағасы эскимостар сатып алу идеясына үйреніп қалған. Аң аулау мен жинауға байланысты емес. Бірақ әлі күнге дейін кейбіреулер кең таралған теңіз құстарының жұмыртқаларын жинайды. Солтүстік жарты шар. Аляска материгінде танымал сувенирлер жасайтын морждарды аулаңыз. Аралдағы орташа жылдық табыс шамамен $25,000 құрайды. Бұл жоғары бағамен тәуелділікке байланысты көп емес островитян желтоқсандағы қабылдайтын азық-түлік. Кәдімгі кір жуғыш ұнтақты орау $45 тұрады делік. Жалпы аралдағы өмір қиын ғана емес, сонымен бірге қымбат. Жақында эскимо мәселесі климаттың өзгеруін қосты. Жыл сайын ол жылынып келеді. Сондықтан дәстүрлі өмір салты зардап шегеді. Аралдықтар, әсіресе жастар. Бірақ соған қарамастан саяхатшылар жергілікті тұрғындар көп болып көрінетінін айтады. Үлкен қалалардың көптеген тұрғындарына қарағанда бақытты адамдар.